қазақ халқының дастарханының сәнінде, дәмінде келтіретін ұлттық тағамы ет асуды дайындаймыз. Ет асу әдетте отбасылық мейрамдарда сыйлы қонақтарға берілетін тағам. Бұл тағамның дайындалуы ешқандай қиын емес. Назик Кук арнасымен бірге болыңыздар, өте дәмді болады. Бүгін бешбармақ дайындаймыз. Мына жерде қойдың қабырғасынан кішкене салдым. Қазылы жатыр екен, құйрық май, жамбас. Бір жерлері жылқының әсіптен біреу қапты салып жіберейін деп тұрмын. Қазанға салардың алдында етті дұрыстап жуып алыңыздар. Үлкен кісі келген қонақ, соған жамбасымызды саламыз. Жамбас. Ет, қойдың еті. Қойдың қабырғалары. Араластырып салса бәрін. Жылқының несі еті. Қазыдан қалған, қыстан қалған, соғымнан қалған қазы. Кішкене құйрық май. Кішкене қыжы-мыжы. Әсіптен қалған. Бәрін қосып ассақ, өте дәмді болады сорпасы. Сорпасы да, бешбармақ та. Енді құямыз мынаны. Кішкене бетін жабатындай құямыз мынаны. Ет жабық тұру керек. Енді қақпаны жабамыз да. Қазір қайнаған кезде көрсетеміз. Бісміллә, қақпаны жабамыз. Прием. Қазір бешбармақ дайын болады. Қайнады, көбігін алайық. Етіміз қайнады, енді астын басып, баяулатып, бабымен былқылдатып пісіреміз. Негізі тағы су үйгеліп қойдым, бет жағып көрдім. Көбігі болса тағы да көбігін алып, тұзының дәмін көріп, дайын болардың алдында 40 минут бұрын көкөністерімізді саламыз. Көкөністерімізді салайық. Ет қайнап жатқан кезде оған салынатын енді қамырымызды дайындаймыз. Бешбармақтың қамырын илейік. Суық суға тұз араластырып, жұмыртқаны жарып, илеуіштен өткен ұнның барлығын өткізіп алғаннан кейін ортасына сұйық массамызды құйып қамыр илейміз. Қамырды әбден илегеннен кейін 20-30 минутқа демалдырып қойыңыз. Тұздықтың пиязын дайындап қойсаңыз болады. Жұқалап, орташа сақиналап, осылай турап қойыңыздар. Қолыңызбен пиязды мыжғылап жіберіңіз. Кейін сорпасын және қара бұрышын саласыз тұздыққа.
бүкіл ет пен көкөністерді сүзіп алайық. Сүзіп болғаннан кейін еті бар ыдысты суып қалмас үшін қақпақпен жауып қойыңыз. Қазанның астындағы отты қамыр пісірердің алдында күшейтеміз. Қамырын салмай тұрып, тұздыққа арнайы 3-4 ожау майлы жерлерінен сорпасын құйып алыңыз. Тұздыққа тағы қара бұрыш қосыңыз. Қамырдың пісірілу уақыты сіздің қалай жұқа жайғаныңызға байланысты. Араластырамыз. Аралар жабыс қалмас үшін. Шамамен 5 пен 10 минуттың арасында қамырыңыз пісіп қалу керек. Ал пісіп әлі деп түсірейік. Жайма нанымызды сүзіп. Ең басында араларына тұздығыңыздың кішкенесін құйып жіберсеңіз де болады. Сонда аралары бір-біріне жабыспай, наныңыз әдемі болып түседі. Назарларыңызға қазақша асылған етті қалай асу керектігін біз сіздерге көрсеттік. Егер ұнап жатса, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Қазақтың кең жайылған дастарханында дәмін де, сәнін де келтіретін осы әдемі, дәмді тағам ет асу. Сыйлы қонағыңызға жамбас тарту етіп, сорпаңызға құртты езіп берсеңіз, нағыз әдемі дәмді ет сіздікі болады. Етіңізге осындай әсіп шұжықтар дайындағыңыз келсе, дастарханыңыздың сәнін ашатын бауырсақтар істегіңіз келсе, сілтемелерін тастап кетемін. Астарыңыз дәмді болсын.